Түркістан облысы полиция департаменті қызметкерлерінің жедел іздестіру шаралары барысында Отырар ауданы Маяқмом елді мекен маңында жалпы көлемі 1 гектарға жуық есірткі заттар заңсыз егілген жер телімі табылып, ол жерден 5,5 мың түп есірткі өсімдігі тәркіленіп алынды. Қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысы бар 2 тұлға анықталып, олардың қатысты қамауға алу шарасы қабылданды. Сондай-ақ қосымша жедел іздестіру шаралары барысында егіп өсіруге есірткі заттарын көмек көрсеткен, жағдай жасаған негізгі тұлға анықталып, оған қатысты қамауға алу бұлтартпау шарасы қабылданды. Аталған мән-жай бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 300 бабы 2 бөлігі 1-2 тармақтары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне алынып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жалғасуда.